бір ел бір кітап акциясы аясында оқуға таңдалып алынған ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Фариза Оңғарсынаның шығармашылығына арнап, номері 5 мектеп гимназиясының акт залында аудандық кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен Жауһар жырды жүрегінде тербеген атты әдеби кеш өткізілді. Әдеби кеш Мұқағали Мақатаевтың сөзіне, Әбербек Нәлиевтің әніне жазылған Ғани Бесеновтың орындауында Фаризажан әнмен басталды. Фаризажан, Фариза қыз өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай ақыры жалығар біз. Бірімізден біріміз арыларымыз. Біздерді де. Акцияның ашылу салтанатының сөз кезегі аудандық кітапхана директоры Ермағанбетова Дайра Алматқызына берілді. Республикалық акциясының биылғы жылғы ерекшелігі басқа жылдағы өтіп жатқан акцияларға қарағанда осыған байланысты ұлттық академиялық кітапхана халықаралық деңгейде кітапханалық блок байқауын жариялады. Кешке аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Елеуітов Қайрат Нағашбайұлы, номері мектеп 5 гимназиясының директоры Істілеуов Серік Істілеуұлы, мәдениет бөлімінің инспекторы Қаржаубаева Роза Жұбатқанқызы, қала мектеп кітапханашылары және ауылдық кітапхана қызметкерлері шақырылды. Кітапханалар жүйесімен бір кітап атты акциямызды бастап ашып жатырмыз. Бұның барлығы Фариза Оңғарсынова апамыздың дала кітап шығармашылық кешіне. Шара барысында ақынның шығармаларынан 5 мектеп гимназиясының оқушылары Сетебай Гүлсөзім, Менің планетам, Киреева Гүлзада Тебреніс, Ақжар орта мектебінің оқушысы Құттымұрат Гүлсөзім поэзия өлеңдерін жан сезіммен мәнерлеп оқыды. Білмей тұрып бекерге күн дейсіңдер, біреуге күн дейсі жер, күндей болсам бізден тілдейсіңдер. Сұмдығымнан сұрланып жүр дейсіңдер. Еңсем түссе, мүсіркеп іркетсек, бүгін маған қарайтындай, шабытым жырақта нақып менен, малшай жоқтан барды құрамадым. Толқын суретті мұрасы жарықтама, ол сезімнің оралмас мөлдірлігі, уақыт шымын бойына дартпады. Жыр, таңбадай қасиет халықтағы, ақын, заман дәуірдің алыптары, ұрпақтардың ортаны. Және саз мектебінің оқушылары Қайназар Батыр және Темірбай Азамат Құрманғазының Адай күйін, 5 мектеп гимназиясының музыка пәнінің мұғалімі Аманғали Бирхат Фариза Оңғарсынаның сөзіне жазылған Сағыныш әнін орындап берді. Кеш барысында кітапханаларды дамыту бөлімінің әдіскері Таимова Айгүл Жақыпқызы, Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы жыл сайынғы республикалық бір ел бір кітап 2013 акциясы аясында ақын Фариза Оңғарсынаның шығармашылығы бойынша кітапханалық блоктардың халықаралық байқауын жариялағандығын және аудандық кітапхана ең дәстүрлі емес блок номинациясы бойынша «Землей степи стихи мои в родстве» тақырыбында ұйымдастырғандығын және осы байқауға қатысатындығын айта кетті. Поэзия әйелдей жұмбақ әлем, сиқыр сырын түсінер тұлғада кем, жаны тұнған тұңғиық тереңдікте қимылырғақ әуен. Поэзия арудай құпиясын ұқтырар жылдап әрем. Біздерді де
шоқтайтын жан болса егер шаң басқан архитектор